Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін Ö дыбысы мен әрпін қайталайтын боламыз. Мұнда ненің суреті берілген, балалар? Әрине, күн. Ал күн қандай? Әрине, күн ыстық, түсі сары. Иә, күн болғанда бізде жарық болады. Және күн сәулесін шашады. Шуақты. Рахмет. Ал күн сөзінде Ö дыбысы естіле ме? Әрине, ал ол сөздің қай бөлігінде тұр? Әрине, ортасында тұр. Рахмет. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Суреттердің атауларын атап, оларды көпше түрінде айтып үйрен. Бірінші суретте, балалар, бізде күн. Ал мұнда көп болғандықтан, оларды күндер дейміз. Күн, күндер. Келесі суретте жүзік. Олардың көп түрін жүзіктер деп атаймыз. Келесі, мұндағы көкөніс атауы жүгері. Көп жүгеріні біз айтамыз жүгерілер. Мұндағы құс атауы бүркіт. Әрине, бүркіттер. Рахмет. Келесі, балалар, тапсырма. Сөздерді айтылуына қарай бөліп жаз. Мұнда берілген сөздерді жуан және жіңішке екі бағанға бөліп жазасың. Мұндағы берілген сөздер әтеш, қайнар, сырға, өнер, шебер, үкі, жіп, терек, бұршақ, дүрбі, май, жүрек, бұзау, түн. Осы сөздерді айтылуына қарай өзің айту арқылы оларды бөліп жазасың. Бұл тапсырманы дәптерге орында. Балалар, мына жерде әріптерді тиісті үйге апарамыз. Яғни әріптерді дыбысталуына қарай оларды дауысты, дауыссыз үйлеріне орналастырамыз. Бірінші, дауысты әріптерді орналастырайық. Дауысты дыбыс. Әрине, жіңішке дауысты дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Жарайсыңдар. Келесі тағы да дауысты дыбысымыз жіңішке дауысты дыбыс. Жарайсыңдар. Енді біз дауыссыз дыбыстарға әріптерді орналастырамыз. К. Дауыссыз дыбыс, әрине, көкеге орналастырамыз. С. Дауыссыз дыбыс. З. Дауыссыз дыбыс. Және Б. Дауыссыз дыбыс. Мұнда әрине, балалар, жіңішке дауысты дыбыс. Жарайсыңдар. Рахмет. Келесі тапсырма. Балалар, мұндағы тапсырма ойын. Біз қазір сендермен ойын ойнаймыз. Ойын бізде сөз ойла және тез ойла. Мұндағы берілген дыбыстарға байланысты біз сөздер айтамыз. Яғни бірінші бізде дауыссыз дыбыс р дыбысы берілген.
сөздің тек басында кездесетін сөздерді айтамыз. Рауан, раушан, рас. Келесі дыбысы берілген қалған барлық сөздерді біз сөздің басында кездесетін сөздер айтамыз. Әдетте тек қана сөздің басында кездесетін сөздерді айтамыз. О дыбысы тек қана сөздің басында кездесетін сөздерді айтамыз. Тез айтамыз, балалар. Тез ойланамыз. Және мұндағы берілген нүктелердің үстіне сол сөздерді жазамыз. Келесі ребус шеш. Бұл тапсырманы білесің, алдыңғы сабақтарда бізде болған. Қазір енді бұл басқаша түрі. Кішкене. Мұнда әріптер мен сандарды байланыстыра отырып біз шешеміз. Мұнда берілген бізге бір және лік. Қосып екеуін сөз шығарамыз. Шыққан сөзді мұнда жазамыз. Бір лік. Мұнда 5 саны және үк. 5 үк. Мұндағы сөзді табасың және оны мұнда жазасың. Келесі тапсырма кроссворд шешу. Мұндағы берілген суреттерді нөмірі бойынша мұнда жазамыз. Бірінші тұрған сурет үйрек. Үйрек сөзін көлденеңінен жазамыз. Екінші бізде түйе. Түйе сөзін біз балалар тігінен жазамыз. Келесі үшінші. Ненің суреті берілген? Етік. Етік сөзін біз көлденеңінен жазамыз. Рахмет. Келесі балалар, мен сендерге сұрақ оқимын. Ал сендер тек қана иә, не болмаса жоқ деп жауап бересіңдер. Бірінші. Дауыссыз дыбыс. Жуан дауысты дыбыс. Қыс мезгілі күз мезгілінен кейін келеді. Анаңның анасы саған нағашы әже болады. Балық сөзі жіңішке айтылады. Өрмекші сөзінде екі буын бар. Сиырдың төлі бұзау. Алма ағашында қияр пісіп тұр. Рахмет, балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Бізде балалар келесі үй тапсырмасы. Дәптерге орындаймыз. Мына жерде берілген сөздерді барлығын дәптеріңе көшіресің. Көркем етіп және қатесіз. Екінші тапсырма сауатташу оқулығындағы 8-ші сабақты оқу. Үшінші тапсырма біз өткен барлық дауысты дыбыстарды жаз. Рахмет, балалар. Күндеріңе сәттілік. Сау болыңыздар.